Әкем о заманда бұл заман 80-нің сеңгіріне шыққан, үйлі боранды, үбірлі-шүбірлі шалдың осыншама егіліп еңірегенін бұрын соңды көруім осы болды, деп айтып еді. Өмір бойы зарықтырып өткен алғашқы махаббатын есіне алғанында қария құсадан екі бүктеліп, көзінен аққан тарам-тарам жас аппақ сақалын жуыпты. Біздің ауылдың молдасы Темірбек Ақсақал, ол кісі менің есінде қалмапты, бұрынырақта өткен екен. Кеңестің қылышынан қаны тамған заманда молдалық етудің өзі ерлікке пара-пар дүние еді. Әкеміз марқұм сол қиын қыстау кездің өзінде имам молдалармен етене араласып, біздің үйде ел құлағы естімеген сан қилы ғажайып әңгімелер жиі айтылатын. Ересектердің әңгімесін орлана тыңдаған, біздің санамызда Құран кәрім хаяттары мен шынайы өмірде болған небір қилы-қилы шытырман әңгімелер қабаттасып, тылсым бір әлемге жетелейтін. Естіген әңгімелерінің әсерінен көзіме әр нәрсе елестеп, қыбыр етпек тұрмақ кірпік қағуға қорқып, талай таңды көзбен атырғаным әлі есімде. Хош, әңгімемді қайта Темірбек молдаға бұрайын. Ауылдың молдасынан дәріс алып, жасымнан ел арасында бала молда атана бастағанмын, деп бастапты қария әңгімесін. Ауылымыз қырғауылдының бөлігінде жоғарғы, төменгі ауылы болып бөлінетін. Жасым шамамен 16-ларда болуы керек, бірде жоғарғы ауылға бармақ болып жолға шықтым. Көктемнің бір тамаша мамыражай күні, бозторғай шырылдап, көк майса шөп жұпар аңқиды. Кең тыныстап, асықпай келе жатқан едім, сыңғырлаған күміс күлкі құлағыма келгендей болды. Ойпырмай, елсіз жерде жүрген кім болды екен деп айнала барлай қарап, гүл шашқан тобылғының арасынан қол бұлғап тұрған екі қызды көзім шалды. Жүрегім атша тулап, кеудеме сыймай, аузыма кептелді. Енді қыздардың сұлулығын сөзбен айтып жеткізу қиын. Қыпша бел, сұңғақ бойлы, үріп ауызға салғандай хас-сұлулардың нағыз өзі. Екі қыз мені мазақтағандай тастан тасқа секіріп, сықылықтап, бота-ботаның арасымен ойнақтай қашты. Мен ұстамақ болып арттарынан қудым. Олар жеткізбеймәс. Есім кете, далақтап айзым қанбай, мен жүрмін. Осылайша жүріп кешті батырдық. Қыздар маған қарап, артымыздан ер дегендей ишара жасады. Мен аңтарылып, күніге аралап жүрген жерлерімді танымай келем. Елсіз сайдың етегіне айналдыра аңшанқан үйлер тігілген. Адамдары дабырлап, кіріп шығып жүр. Біздер шеткі үйге орлана жақындап лып етіп ішке кірдік. Қыздар сықылықтап, мені төрдегі үлкен сандыққа тықты. Таң атып үй босасымен тұспалдауымша апалы сіңлі екі қыз мені сандықтан алып шығып, ауылдың сыртына ертіп апарды. Сол күннен бастап, күні бойы қыздармен еркін ойнап күліп, кешке сандығыма тығылып жүрдім. Құдайдың құдіреті, күні бойы не қарным ашпайды, не ешкіммен бір ауыз тілдеспеймін. Ел жұрт ағайын туған бәрі ұмыт болған. Бар есіл дертім екі қыз, бар білерім осы екі қызға ессіз ғашықпын. 3 күн өтіп 4-ші түнге қарағанда қыздардың шешесі сезіп қойып, мені сандықтан алып шықты. Үй адамға лық толып, өзара мен үшін түсініксіз бір тілде айғайласып, екі қыз ботадай боздап жатты. Бір кезде бәрі тына қалды. Кіре сала есіктен төрге озған Ақсақал маған тесірейе қарап тергей жөнелді. Дірдек қағып жөнімді айттым. Ол, сендер адам затысыңдар, ал біз перілерміз. Сендермен араласуға бізге бұйрық жоқ. Қонған жеріміз адам баласына белгілі болса, ол жер бізге тұрақ болмайды. Таң атқанша біз бұл жерден көшуіміз керек. Сендер де біздерге ілесесің деді. Мен оларға қосылмайтынымды және өліп кетсем де екі қыздан айырылмайтынымды айттым. Ол сәл ойланып тұрып, жарайды, саған қояр бір шартым бар, соны орындауға дайынбысың, деп сұрады. Мен қандай шартқа болса да қуана келісетінімді айттым. Осы түні таңға дейін көз ілмесең, ертең екі қызды өзіңмен бірге ертіп әкетесің. Ал ұйықтап кетсең, бізді мәңгі бақи көрмейтін боласың. Шартымыз осы, деді.
Сол түні қаншама ұйықтамауға тырысып бақсам да, екі қыз сергітпек болып, мені кезек-кезек қытықтаса да, таң қылаң бергенде ұйқы дұшпан қатты қысып, көзім бір ғана сәтке ілініп кетіпті. Көзімді ашқанымда, үстімдегі үйде, қасымдағы екі қыз да зым-зия жоқ болыпты. Содан ақырып орнымнан атып тұрғанымда, астымда қалып қойған көпшікте ұшты-күйлі жоғалды. Екі қыздың өксігі ғана құлағыма келгендей болды. Басымды тауға да, тасқа да ұрып ғайып болған екі қыздың орнын сипап мен қалдым. Ал содан соң қалған ғұмырым тек сол перінің қыздарын аңсауменен өткені имандай шындық. Көкірегім өртеніп, 4 күннен соң ауылға қайтқанымда, үйдегілерден менің жоғалып кеткеніме тура бір айдың жүзі болғанын естідім, деп Темірбек молда әңгімесін аяқтаған екен.